Баланы анық сөйлететін тамақ. Балаңыздың дамуын ойлау қабілеті жақсы болсын десеңіз, міндетті түрде іш құрылысын тамағын бірінші реттеп алыңыз. Осындай кәдіні немесе кабачокты алып сиырмен араластырып, үстіне түрлі укроптарды, басқа да шөптерді араластырып, 2 жұмыртқаны қосасыз да, тұздарыңызды, дәмдеуіштеріңізді қосасыз. Бірақ глютенсіз балаға осындай ұнды пайдаланасыздар. Барлығын араластырып 15-20 минутқа пісіріп аласыздар. Түрлі дәмдеуіштер немесе қызанақ қосып және қаймақ пен укропты араластырып балаңызға беріп, иммунитетін көтеріп аласыз. Балаға біз қандай коррекция жасасақ та, бәрібір нәтижесін бермей жатады. Неге? Себебі бірінші орында оның асқазанын, яғни тамағын дұрыстап алу қажетпіз. Мен сіздерге арнап дәл осындай нандардың 20 рецептісін, смузилардың және таңғы ас, түскі ас, кешкі астардың рецептілерін, менюлерін 50-ден астам дайындап қойдым. Оларды алу үшін комментарийге иммунитет сөзін жазыңыз.